Әлеуметтік желілерде біз көптеп көріп жатамыз. Біреуге жаман ой жазатын, жаман комментарий қалдыратын, өздерінің мнениясын, ойын біреуге навязывать еткісі келіп отыратын адамдарды біз көптеп көреміз. Оларды біз диванный критики деп атаймыз. Яғни ол адамдар тек қана үйінде жатып алып біреуге жаман комментарий жазуды ғана білетін адамдар, яғни қолы бос адамдар. Егер де олардың қолдары бос болмаса, олардың өмірлері өздеріне қызық болатын болса, олар ешқашан да өмірлерінің бір секундын да біреуге жаман сөз жазуға арнамас еді. Сондықтан да өзіңіздің ойыңызды өзіңізде сақтаңыз. Әр адамның ойы әртүрлі, әркім немен айналса да өзі біледі. Сондықтан да жаман сөз жазып тырыспай ақ қоя салыңыздар. Сіздің ойыңыз ешкімге қызықтай емес, шынында. Сондықтан да өздеріңізді қолға алып, ойларыңызды фильтрден өткізіп, боғауыз сөз жазбай, өзіңіздің мненияңызды ешкімге навязывать етпей, солай өмір сүруді үйренейік.